Сабақтың тақырыбы қазақ ғалымдары. Сабақтың мақсаты мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Оқушылардың барлығы мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтайды, бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастырады. Көпшілігі қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін даралайды, түсінеді, қолданады. Кейбіреулері мәтіннен көтерілген мәселені анықтайды, тыныс белгілерінің түрлерін түсінеді, қолданады. Кімдерді ғалым деп атайды? Ғалым деп ғылыми методтар арқылы адамзат білімін жетілдіру мен молайтуға үлес қосқан адамды айтамыз. Тек 19 ғасырдан бастап ғалым сөзі теолог, философ, тарихшы сөздермен қатар қазіргі мағынада нақты қолдана бастады. Қазіргі заманда көптеген ғалымдарда жоғары ғылыми атақ бар. Олай болса, біздің әдебиетімізде ғалымдарға тоқталып өтейік. Ахмет Байтұрсынов 1870 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сартүбек ауылында дүниеге келген. Қазақтың ұлттық тіл білімінің іргетасын қалаушы, лингвист ғалым, еңбегі ерекше ағартушы педагог, сөз құдіретін танытқан тамаша ақын, ірі қоғам қайраткері. Қазақ оқушыларының бірнеше буыны сауатын Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиімен ашып, ана тілін тіл құралы арқылы оқып үйренді. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 1899 жылы бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезінде Баян ауылында дүниеге келген. Аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, Қазақ СССР ғылыми академиясының ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті. Әбу-Насыр әл-Фараби 870 жылы Фараб қаласында Арыс өзенінің және Сырдарияның қазіргі заманғы Отырар ауданында дүниеге келген. 4-5 ғасырларда әл-Фараби түріктердің артықшылықты топтарынан шыққан. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданындағы Күнтімес қыстауында дүниеге келген. Шын аты Мұхаммед Қанафия. Әжесі бала күнде Шоқаным деп еркелетіп айтумен Шоқан деп аталып кеткен. Шоқан жас күнінен тарихи өлең, жыр, аңыз әңгімелерді қызыға тыңдап, құлақ түріп өскен бала болған. Оқушылар, енді оқулығымызды ашайық. Оқулығымыздың ішінде сөйлемнің соңына қойылатын тыныс белгілері бар. Олар нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте. Тыныс белгілерінің қойылуы. Нүкте хабарлы сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, қыз түсті. Сұрау белгісі сұраулы сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, Олжас қайда? Леп белгісі көтеріңкі дауыспен айтылған лепті сөйлеммен, бұйрықты сөйлемнен кейін қойылады. Мысалы, қандай керемет, бері кел. Көп нүкте айтылуға тиісті ой аяқталмай қалғанда, сөйлем соңында көп нүкте қойылады. Мысалы, сонымен бастап та жіберді, осыдан қара кешке дейін. Келесі тапсырма, берілген сөйлемдерге тыныс белгілерін дұрыс қойып жаз. Оқуға бар ынта жігеріңді сал. Өзіңе мына көйлектердің қайсысы ұнайды? Шіркін-ай, атты қалай таңдап қояды? Бұл қайсың, мұратпысың? Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған. Ғылыми білімге түгелдей берілген адам ғана ойлаған мақсатына жете алады. Оқулықтарыңыздағы 5-ші тапсырма. Мәтін кім туралы айтылған? Жауаптарыңызды мында берілгендей топтастыру арқылы жазасыздар. Қорытындылағанда тыныс белгілері не үшін керек? Смайл арқылы өздеріңіз белгілейсіз. Үйге тапсырма Ермұхан Бехманов белгілі тарихшы екені туралы мәлімет жинап келесіздер.